Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, құрметті денсаулық сақтау министрі, біз Жетісу облысының жедел жәрдем қызметінде жұмыс істейтін фельдшерлер мен жүргізушілері сіздерге өзіміздің көп жылдан бері шешілмей келе жатқан маңызды мәселемізді жеткізгіміз келеді. Бірінші мәселе еңбек ақы. Біздің жүктемеміз өте ауыр, физикалық және психологиялық стресс. Бірақ осы еңбекке төленетін жалақы біздің атқарып жатқан жұмыс көлеміне сәйкес келмейді. Жедел жәрдем халықтың алғашқы өмірін сақтап қалатын қызмет. Сондықтан еңбек ақыны қазіргі еңбек жағдайына қарай қайта қарастыруды сұраймыз. Екінші мәселе кадр тапшылығы. Врачтар жетіспегендіктен көптеген жағдайда фельдшерлер дәрігердің жұмысын толықтай атқаруға мәжбүр. Диагностика, ауыр науқастарды жүргізу, шешім қабылдау барлығы біздің мойнымызда. Бұл үлкен жауапкершілік және қосымша жүктеме. Сондықтан жедел жәрдемдегі кадр саясатын қайта қарап, фельдшерлердің атқарып отырған жұмысына лайықты мәртебемен қолдау көрсетуді сұраймыз. Үшінші мәселе зейнетақы жасы. 103 қызметінің жұмысы әскери қызметке тең келетіндей ауыр. Біз күн сайын ауыр пациенттерді көтереміз, бірнеше қабат үйлерге көтеріліп шығамыз. Агрессивті, мас немесе психикалық жағдайда тұрған адамдармен жұмыс істейміз. Ауа райына қарамай тәулік бойы қызмет етеміз. Жас ұлғайған сайын бұл жұмысты көтеру мүмкін болмайды. Сол себепті біз жедел жәрдем фельдшерлері мен жүргізушілері үшін зейнет жасын төмендетуді, яғни 101 және 102 қызметтеріне берілген құқықтарға теңестіруді сұраймыз. Төртінші мәселе, осы емеске ай сайынғы жалақымыздан 10% ұсталынады, яғни 5-6 мың теңге. Алайда соған қарамастан жылына 2 мәрте медициналық тексеруден ақылы түрде өтуге мәжбүрміз. Ол жылына 20-25 мың теңгені құрайды. Осы мәселені қарастыруыңызды сұраймыз. Бесінші мәселе, ай сайынғы жұмыс уақытының теңгерімі 160-170 сағат аралығында. Осы сағаттан артық жұмыс істегенде жәрдемақыны 1,5 есеге төленуін сұраймыз. Құрметті президент мырза, құрметті министр, біздің өтінішіміз жеке пайда үшін емес, бұл халыққа сапалы медициналық көмек көрсету үшін, қызметкерлердің денсаулығын қорғау үшін және жүйенің толыққанды жұмыс істеу үшін қажет. Өтінішімізді қарап, тиісті шаралар қабылдайды деп сенеміз. Рахмет. Талабымыз орындалсын.